Түлкі мен бөдене екеуі айрылмас дос болыпты. Екі дос талай жерді шарлапты, талай қызық көріпті. Күндердің бір күні досым мені бір күлдірші депті түлкі. Жарайды, күлдірейін. Сен менің артымнан ерде отыр. Мен ұшамында отырамын депті бөдене. Сонымен бөдене ұшыпты да отырыпты, түлкі желе жортып еріпті де отырыпты. Бір жерге келсе, бірге бір сиыр сауып отыр екен. Шалы бұзауды ұстап тұр екен. Бөдене ұшып барып, сиыр сауып отырған кемпірдің басына қона көпті. Түлкі анадай жерде тығылып қарап тұрыпты. Бөденені көре сала: кемпір, қозғалма, мен мына төбеңдегі бөденені соғып алайын депті шал. Жарайды, бірақ қатты соқпа депті кемпір. Шал жерде жатқан күректі алып, қағып қалғанда бөдене ұша жөнеліпті. Күрек кемпірдің басына тиіп, кемпір құлапты. Шелектегі сүтте төгіліп қапты. Түлкі ішек сілесі қатып күліпті. Досым, күлдің бе депті бөдене. Күлдім досым, күлдім, разымын досым, разымын саған депті түлкі. Күндердің бір күні түлкі: ал достым, енді мені бір мықтап тұрып қорқытшы депті. Қатты қорқытайын ба, ашуланбайсың ба деп сұрапты бөдене. Жоқ, ашуланбаймын, қатты қорқыт депті түлкі. Жарайды, қорқытайын, бірақ сен көзіңді тас қып шұм. Мен сенің төбеңе қонып екі қанатыңмен көзіңді жабамын. Содан кейін сен жүрде отыр. Оңға десем оңға, солға десем солға жүр. Қашан мен төбеңнен ұшып, көзіңді аш дегенде ашпа депті бөдене. Сонымен бөдене түлкінің төбесіне қонып, екі қанатымен көзін жауыпты. Түлкі көзін тас қып жұмып, бөдененің жүр деген бағытына жүріп те отырыпты. Осылай жүріп келеді. Бір кездерде бөдене: аш көзіңді деп ұша жөнеліпті. Түлкі көзін ашып жіберсе, тазы ерткен бір топ аңшыға таянып қалған екен. Аңшылар қызыл түлкіні көре сала қиқулап қуып беріпті. Түлкі қашып беріпті. Әрі бері қашқан соң түлкінің алдынан қалың орман кез болыпты. Түлкі жалт беріп орманға кіріп, өлдім, талдым деп аңшылардан әзер құтылыпты. Бір кезде бөденеге: қалай достым, қорықма деп сұрапты. Қорқыт дегенде осылай қорқыт деп пе едім деп түлкі бөденені бас салып жемек болыпты. Бөдене түлкінің аузында тұрып: достым, ұзақ жолдар болып, ойнап күлдік, талай қызық көрдік. Қазір мені жегелі тұрсың, қайтем? Жесең же, бірақ осы күнге дейін аты жөнімізді сұрап бөліскен емеспіз. Жесең же, атымды айтып жесейші, ақырғы тілегім болсын. Атым Маңғыт еді депті бөдене. Түлкі аузын ашып, Маңғыт дей бергенде аузына Саңғыт деп бөдене ұша жөнеліпті. Осыдан былай түлкі мен бөдене достықтан айырылысыпты.